Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі. Азат Ньюс ақпарат агенттігінде бүгін сұхбатта қонағымыз кәсіпкер Ақ Жол Демократиялық партиясы Шымкент қалалық филиалының директоры, Шымкент қалалық қоғамдық кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің отставкадегі полковнигі Абжанов Алимхан Досбайұлы мырзаға сұхбатқа келіп отырмыз. Құрметті Алимхан мырза, қазіргі еліміздегі саяси науқан десек болады, президентіміздің кезектен тыс сайлауы өтіп жатыр. Біздің сұрайын дегеніміз осы сайлауға деген өзіңіздің көз қарасыңыз, пікіріңізді айта кетсеңіз. Енді өздеріңіз білесіздер, саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, жылдың басы өте бір сондай ыстық болып басталды. 2022 жыл. Одан ары қарап жаңағы біраз саяси өзгерістер елімізде болып жатыр. 3 жылдан бері еліміздің президенті болған президентіміз Тоқаев мырза біраз өзгерістерге, саяси реформаларға бет бұрды. Бұл ол кісінің жасап жатқан саяси реформаларының көбісін біздің Ақ Жол партиясы бұрыннан айтып келе жатқан мәселелер болатын. Ал енді мынау 1 сентябрьде осындай жаңағы конституцияға өзгерістер енгіземіз. Содан кейін жаңағы президентті 7 жылға бір мәрте сайлаймыз. Одан кейін оны осы биылғы жылдың күз айларында өткіземіз деген жаңағы Тоқаевтың мәлімдегеннен кейін біздің Ақ Жол партиясында бірнеше мәрте жаңағы онлайн болсын, офлайн болсын жаңағыдай кездесулер ұйымдастырылып, соған қалай не дайындық жасаймыз деген сияқты мәселелер талқыланды. Соның қорытындысымен 6 қазан күні Астанада съезд болды. Съезде біздің партиямыздан 3 кісі президенттікке үміткер екенін жаңағы өздерінің жаңағы мәлімдеді. Сонымен қатар тағы бір кісілер, егер коалиция болып жатса, біз соған қосылайық. Соңғы кезде Тоқаев мырза көптеген жаңағы біздің бастамаларымызды жаңағы қолдап жатыр. Қазір ол ешқандай партияның мүшесі емес президент. Сондықтан бізде оны қолдайық деген 4-ші ұсыныс болды. Сол дауыста 64%-пен жаңағы коалицияға қосылу жөнінде партиямызда сондай шешім қабылданды. Ары қарап біздер сол бір ауыздан бұл осы мәселе бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Ал енді мынау қазір соңғы болып жатқан геополитикалық жағдайларға байланысты, еліміздің ішіндегі жаңағы болып жатқан өзгерістерге байланысты, қаңтар оқиғасына байланысты менің өзімнің де жаңағы көзқарасым осы жаңағыда бір мезгілдік 7 жылға президент сайланатын болса, оған жаңағы Қасым Жомарт Кемелін қолдау керек деп менің өзімнің де сондай пікірім сондай болды. Пікіріңіз. Жалпы біздің қазір президенттік сайлауға Қасым Жомарт Тоқаевпен бәсекелесетін бір үміткер көріп жатырсыз ба? Енді қазір үміткер көріп жатқан жоқпыз. Енді бір жағынан кішкене салай, мынау енді ашық істеу болған сияқты, одан кейін көптеген азаматтар мысалы дайындалып, ойланып үлгермеген сияқты деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де енді менің өзімнің жеке пікірім, біздің партиямыздың қолдап жатқан себебі біріншіден жаңағы біздің үміткеріміз Тоқаев мырза, ол кісі әртүрлі коррупциялық схемаларға байланыссыз таза адам. Одан кейін жаңа Қазақстан құрамын, әділетті Қазақстан құрамын деген біздің партияның құру керек деген бұрынғы идеяларын бұл кісі айтып жүр. Сондықтан бізге жаңағы идеямызға жақын болғаннан кейін біздер ол кісіні қолдаймыз. Одан кейін ол енді белгілі ғой, жалғыз президент құрмайды ғой жаңа Қазақстанды. Жалғыз президент әділетті Қазақстанды құрмайды. Сондықтан болған біз бүкіл ел болып оған жаңағы қолдау көрсету керек дейсіз. Әсіресе біздің Ақ Жол партиясының жаңағы бұрынғы сайлаулардағы жаңағы бағдарламасында
бұл мәселенің барлығы айтылған. Бізге ол мәселені ол кісіге жеткізу басқа жаңағы партияларға, басқа белсенділерге қарағанда кішкене оңайлау сияқты. Енді өзіңіз айтып кеттіңіз, президентті өзім Ақ Жол партиясы қолдайды және жеке азамат ретінде өзіңізді қолдайтыныңызды айтып кеттіңіз. Жалпы дайындық қаншалықты өтіп жатыр осы президенттік сайлауға? Сіздердің партия тарапынан? Енді мынау коалицияның штабы құрылған. Штабқа біздің жаңағы қалалық мәслихаттың депутаттары, менің орынбасарым, штабтың мүшелері, олар жаңағы мекемелерді, елді мекендерді аралап, үгіт насихат жұмыстарын қазір жүргізіп жатыр. Маған баяндау бойынша күніге олар маған баяндап отыр, қай жерге барып не істеп жатқандарының барлығын, қай жерде қандай әңгіме болып жатқандарының барлығын. Жалпы халықтың көзқарасы да ол кісіге деген оң. Енді біз басқа да сұрақтарға өте кетейік. Мынау қазіргі президентімізді жолдауларында айтып кетті, жаңа Қазақстан құрамыз деп. Қаншалықты осы жаңа Қазақстанға қалай айтсам бет бұрдық дейміз ба, әлде басталып кетті дейміз ба? Көріп жатырсыз ба өзіңіз жаңа Қазақстанның бір өзгешеліктерді? Әрине өзгерістер бар ғой. Мысалға мынау парламенттегі жергілікті мәслихаттардағы жаңағы составтардың өзгеруі, мажоритарлық жүйемен парламентке 30%, облыс республикалық қалаларға 50%, ал жергілікті аудандық нелерге 100% мажоритарлы немен жаңағы адамдар сайланылады. Жаңағы одан кейін жаңағы партияларды тіркеу мәселелерін қазір қолға алып жатыр. Олардың жаңағы пароктарын төмен түсіру деген сияқты саяси реформалар болып жатыр. Ал енді жаңа Қазақстанда Тоқаев айтты деп бола салмайды. Президент айтты деп. Қандай президент болса да, супер президент болса да, ол айтты деп бола салмайды. Оған бүкіл қоғам өзгеру керек. Біз барлығымыз атсалысуымыз керек. Өз идеяларымызды айтуымыз керек. Енді бұл мәселеге еліміздің ішінде оған қарсы болатын да жаңағы азаматтар, азаматшалар бар деп мен ойлаймын. Мысалға мынау салық жөнінде біздердің көп жылдан бері айтып жүрген, мысалға НДС-ті дифференцированно көтеріп неғылу керек деген. Мысалға барлығына да 12% төлейді. Бізде мысалға ешқандай менің спорт мекемелерім бар, жеке меншігінде. Бізде 12% салық төлейміз. Не үшін? Біз услуга жасап жатырмыз. Біз ешқандай ештеңе шығарып жатқан жоқпыз. Біз зат алып сатып жатқан жоқпыз. Біз услуга көрсетеміз. Неге? Мысалға білім саласы, медицина саласы, олар да жаңағы әлеуметтік сала бойынша келеді. Олар НДС төлемейді, ал спорт саласы төлейді НДС. Ал біз спортты дамытамыз дейміз мысалға. Қалай ол спорт дамиды? Егер салығы көп болатын болса, көп кәсіпкерлер оған бармайды ғой. Одан кейін соңғы мынау 16%-ға ұлттық банктың жаңағы базовый ставканы көтеруі. Ол да менің ойымша енді президенттің рұқсатын алып барып жаңағы өзгертетін шығар, бірақ ол жерде жаңағы президентті жаңағы дұрыс жаңағы хабар беріп жатқан жоқ сияқты. Менің ойымша ол кісі өзі кәсіппен айналыспағаннан кейін білмейді. Біздер кәсіпкерлер ойлаймыз, ол жаңағы ұлттық банктың базовый ставкасы төмен болу керек. 3-4%-ның көлемінде болу керек деп біз естиміз. Ресейде 7,5%. Ал неде Европада 2%, мысалға, 2,5%, енді көтерілгеннің өзі, например. Ал енді Европада мысалға 12%-дан жоғары банктер кредит беретін болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ал мысалға көрші Қырғызстанда 30%, а бізде 66% мысалға. 66%-ға дейін кредит беруге болады. Оның пайыздары өте көп болғаннан кейін, сосын жаңағы халықтың ол көбінесе жаңағы кредитті қайтара алмай қалып жатқаны. Одан кейін көп адамның кәсіпке баруға, кәсіпкерлікпен айналысуға жаңағы күшінің жетпейтіні сондықтан. Сондықтан мынау банк саласын, қаржы саласын барлығын менің ойымша реттеу керек деп ойлаймын. Оны істеп жатқан азаматтар менің ойымша ол жаңа Қазақстанның болуына қарсы азаматтар сияқты. Сондай идеяны президентке беріп жатқан. Өтірік алдап жатқан сияқты менің ойымша. Дұрыс сөзіңізді қосыламын. 1,7 болды. Қазір ұлттық банк тағы да пайызды көтеріп жатыр. Мен білем, бірінші кәсіпкерлер өздеріңіз бастаймыз деген жаңа жұмыс орнында кәсіпкерлер кәсіп ашса жаңа жұмыс орындары ашылады ғой. Олардың өз жаңағы
ойларынан айнығанын мен мысалға кеше ғана естідім мысалға. Мен осындай бір идеяларым бар еді, енді оны тоқтататын болдым, кейінге қалдырамын деп отыр. Ол жаңа жұмыс орындары аз ашылады деген сөз. Мен бір кәсіпкерден ғана оны естідім. Мен білмеймін ғой Қазақстан бойынша қанша кәсіпкерлердің ондай жаңағы артқа қарай кетіп жатқанын. Енді жаңа Қазақстан дейміз, мына халқымыз қазір ашық айтсақ қарызға батып жатыр белшеден. Оны шыны керек. Мына қазір енді президентіміз тағы бір сөзінде айтып қалды. Мен осы кредитке байланысты, қарызға байланысты жаңа өзімнің не дейді? Жобамды дайындап жатырмын деп. Соған ой пікіріңіз өзіңіздің. Енді жобамды дайындаған кезде менің ойымша ол кісіге мынау кәсіпкерлерді жинайын деп, бүгінгі үлкен кәсіпкерлерді жинайды. Бірнеше мәрте жинады, қаңтардан кейін жинады. Осы жақында бір жиналыс болды, үлкен кәсіпкерлерді жинайды. Ол үлкен кәсіпкерлердің көбісі мынау мұнай саласы, қазба байлық саласында отырған кәсіпкерлер мысалға да. Ол үлкен. Менің ойымша шағын орта бизнестің өкілдерімен кездесу керек сияқты ол кісіге. Шағын орта бизнестің өкілдерімен кездесетін болса, ол майда-майда болғанмен негізінен халықтың көбісі шағын орта бизнеспен айналысады ғой. Сол кезде олардың жаңағы оларды бүкпей жаңағы ашық проблемаларын тыңдау керек сияқты. Сол кезде ол кісі түсінеді. Базовый ставканы да түсіру керек екенін. Мынау доллардың да менің ойымша искусственно қымбаттап тұр. Қалай біздің елге мысалға 60 миллиард теңгеге біздер экспорт жасайды екенбіз. Долларға, 60 миллиард долларға. 40 миллиард долларға біз не жасайды екенбіз? Импорт жасайды екенбіз. 20 миллиард доллар артық. Онда неге доллар қымбаттай береді бізде? Одан кейін январ айында осы жақында интернеттен оқыдым. 15 миллиард теңгеге біз рубль сатып алыппыз. Февральдан бастап төмендей берген. Өткен айда, сентябрь айында болу керек, 2,5 миллиард теңгеге рубль сатып алыпты халық. Өте төмендеген. Неге рубльдің бағасы қымбат? Ол менің ойымша қолдан істеліп жатқан нәрсе. Егер мысалға халықтың жағдайын көтерем дейтін болатын болса, доллардың бағасын төмендету керек. Өйткені бүкіл әлем бір-бірімен доллармен тікелей доллармен есептеспегенмен, мысалға біз бірдеңе сатып алатын болсақ, Қытайдан юанға сатып алғанымызбен, біз оны доллармен есептейміз бағасын. Баға доллармен. Сондықтан ол доллардан қашып дедоларизация деген мәселе, ана Страустың басын жаңа құмға құйып алған сияқты сондай әсер қалдырады. Жалпы біз сол долларды төмендету біз өзіміздің қолымыздағы нәрсе. Қолымыздағы нәрсе. Енді менің ойымша мынау үкіметке менің ойымша жаңағы теңгені күшейтуді тапсыру керек. Президент болса үкіметке нақты тапсырма қою керек. Бір жылда осыншаға түсу керек. Ұлттық банкке де сондай не қылу керек. Одан кейін өдегі лоббизмнің барын алу керек менің ойымша. Сол кезде теңге одан ары қарап 180-200 теңгеден ары қарап оны күшейтуге болады деп мен ойлаймын. Өйткені мысалға біз 60 миллиард теңгеге экспорт жасаймыз, 40 миллиард теңгеге импорт жасаймыз дедік қой. Енді импортты азайту үшін оның жолын қою керек қой мысалға. Завод фабрикаларды ашу керек. Мысалға көптеген азаматтар мысалға енді анау завод ашамын деген кейбір азаматтар олардың қаражаты болмауы мүмкін. Ал қаражаты бар адамдар мысалға қандай завод ашуын білмеуі мүмкін. Енді мынау мысалға Атамекен палатасы сияқты, мысалға әкімшіліктердегі анау кәсіпкерлік басқарма деген сияқты нелер, солар соның барын реклама жасау керек қой. Мынандай пайда табасын, барлық есептеліп тұру керек. Сол кезде жаңағы шығатын мәселелер көп болатын болса бізден, мысалы 40 миллиард емес, одан менің ойымша оны азайтуға болады. Экспортты көбейтуге болады. Сол үкіметке сондай мысалға сен 3 жыл мысалға премьер-министр бол, болмаса 5 жыл премьер-министр бол, 5 жылдың ішінде сен экспортты 100 миллиардқа көтерді, импортты 20 миллиардқа түсірдісі. Автоматически доллар көбейгеннен кейін доллардың өзі біздің елімізде инфляция болып теңге қымбаттамай ма? Оңай нәрсе емес пе олай қарап тұрсаң? Біз қанша жылдан бері осы долларды қымбаттатып жатырмыз, доллар қымбаттаған сайын халықтың жағдайы төмен кетіп жатыр. Ол инфляция деп жаңағы теңгені қымбаттатып біз оның соңына жете алмаймыз. 30 жылдан бері қуып келе жатырмыз, жете алмай келе жатырмыз ғой. Енді ол тағы 30 жылға жақты жете алмаймыз оны. Менің ойымша жаңағы теңгені құнын
өзінің ретіне келтіріп, ары қарай оны қымбаттатумен айналысу керек сияқты. Сол кезде айтып отырмын ғой, мысалы, ол орташа айлық мысалға бір 200 мың теңге деп алатын болсаңыз, ол кезде оның орташа айлығы уже $1000-дан асып кететін болады. Мысалға доллар 180-170 теңге болып тұратын болатын. Оның өзі жақсы, значит, көптеген мысалға орташа айлық алатын азаматтар ақшасын жинап, кредитке кірмей-ақ шетелге барып қыдырып, болмаса санаторияларға барып, басқа жаққа барып, мына ішкі туризмді, сыртқы туризмнің барлығын олар дамыта алады деп ойлаймын. Одан кейін қазіргідей жағдайымыз төмен анау деген сияқты әңгімелерді айта алмайтын болады. Дұрысталады дейсіз. Енді мынау жаңағы несиені қарызға батты деп жатыр ғой президентіміз. Осы кешірілген жағдайда халықтың қысқаша айта кетсеңіз, мынау ой пікіріңізді бұл керек деп ойлайсыз ба, әлде кешіргеннің ол дұрыс емес менің ойымша. Оны реттеу керек. Кешірген дұрыс емес. Әрине ол жаңағы әртүрлі жағдайларда болады ғой, кейбіреулер мысалға оны жаңағы қайтыс болып кетсе, мысалға жақыны төлейтін деген сияқты. Сондай жағдайларға түсіп қалған азаматтар болмаса, былайша ол ауырып қалып, мысалға төлемейтін жағдайда болатын адам болмаса, қалған адамды ол ондай иждивенческий настроениені туғызудың менің ойымша қажеті жоқ. Бірақ олардың пайыздарын бәрін түсіру керек. Пайызын түсіру керек. Ең болмаса мынау Қырғызстандағыдай жағдай жасап қойға болады ғой. Мен Қырғызстанға жұмыс бабымен жиі барып тұрамын. Шынымды айтсам, қырғыздардың жағдайы тура біздің Қазақстанның жағдайынан жақсы. Ештеңе өндірмесе де олар. Тупиковый мемлекет болса да. Бишкекте соғылып жатқан үйлер керемет үйлер соғылып жатыр мысалға. Әдем үйлер. Ол жақтағы мысалға 1 квадратный метр үйдің бізден қымбат. Бізден қымбат. Неге? Өйткені халықтың жағдайы жақта жоғары. Біздегідей мемлекет көп нәрсеге жәрдем беріп жатқан жоқ. Мектепке подушевое финансирование, мысалға мына медициналық органдарына подушевое финансирование деген нәрсе жоқ, бірақ сонда да олар бізден гөрі жағдайы дұрыс жақта маған көрінеді. Енді мынау жаңағы несие кешірілсе, халықтың әл-ауқаты шамалы жақсарады деп ойламайсыз ба? Әлде қарызға батып жатқан халыққа? Жоқ, оны пайызын түсіретін болатын болса, халыққа жеңіл болу керек. Одан кейін жаңағы кешірімнен гөрі пайызын азайту керек. Теңгенің қуаттандыру керек. Оны менің ойымша, егер президент мырза оны түсінетін болса, дұрыс жағын, шағын орта бизнестің өкілдерімен кездесетін болса, көптегендерді барлығы айтады. Сөйтіп, оны түсіретін болса, 180-200 теңге автоматически жаңағы теңге құны көтеріледі ғой. Құны көтерілгеннен кейін ол азаматтардың өздері жаңағы несиесін жауып тастауына несі келеді. Одан кейін жаңағы оның беретін мысалы қатағы Қырғызстандағыдай 30% қою керек. Қазіргідей ломбардтар күніге 2%, 3% деген сияқты ондай нәрсе болмау керек. Жауапкершілікті арттыру керек. Банкілерге де, микрокредиттік ұйымдарға да, ломбардтарға да, жеке азаматтарға да жаңағыдай жауапкершілігі, қылмыстық жауапкершілік енгізу керек. Рахмет. Мынау өзіңіздің мамандығыңыз және отставкадағы полиция полковниксіз ғой. Қазіргі полиция мен сіздің уақыттағы полиция айырмашылығы қалай? Жалпы қысқаша тоқталып кетсеңіз өзіңіздің. Енді қазір әрине полицияда оңайырақ болып тұр. Өйткені мынау ұялы телефондар, бар жерде камералар, басқа қылмысты ашу, оларды қадағалау деген сияқты нәрселердің көбісі оңай. Ол кезде біз істеген кезде жасаған кезімізде көшенің бар тас қараңғы тек қана аяқпен, баспен жүріп қана жұмыс жасайтын тұғымыз. Қазір көбінесе оңайырақ. Но бірақ мынау сыбайлас жемқорлық деген сияқты мәселелер сол күшті құрылымдардың ешқайсысының несінен кетпей тұр. Ол жерде көптеген мәселелерді реттеу керек. Оның өзі үлкен тема. Мен енді Тоқаев мырзаға да хатын жаздым. Ол бірақ ол кісіге жетпей жолдан бұрылып кете береді. Ішкі істер министрлігіне жібереді. Олардың ешқайсысы оны ішкі істер министрлігі ол интересі жоқ. Мен айтқандай қылып реформа жасауға. Грузияның методымен реформа жасау керек. Сол кезде ғана сервистік полиция болмаса басқа мәселелердің барлығы құрылады. Одан басқа ол біз ол жердегі сыбайлас жемқорлықты жеңе алмаймыз. Тура қазіргі жағдайда. Қиын болып жатыр дейсіз. Иә. Рахмет. Енді мына саяси мәселелерге тоқталдық, және де осы өзіңіздің жеке өміріңізге кішігірім тоқталсақ, және де қазіргі мына жастарға не айтасыз? Қазіргі жастар қайда бара жатыр?
Енді көп жасы үлкендеу кісілердің жастар андай мындай дегендеріне мен келіспеймін. Өйткені бізде жас болдық, біздің ағаларымыз да жас болған мысалға да. Оларда кезінде жаңағыдай кемшіліктер жіберген шығар. Бірақ менің ойымша қазір жастардың көбісінің көзі ашық, ынтасы бар. Бірақ енді тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Көбінесе отбасы тәрбиесіне, басқасына байланысты. Көптеген жастарды мен білемін, олардың ынтасы бар. Бірақ енді мынау барлығы кеп жаңағы ақша мен долларға кеп тіреле береді. Мысалға, бизнес бастайын десе, көп жастар жаңағы ақшасы жетпейді. Өйткені ол мысалға, хорошо, миллион теңге тапсын да, миллион теңге деген $2,500 жобамен. $2,500 деген мысалға ол Америкада мысалға төменгі айлық шығар, бізде мысалға өте жоғары айлық болып есептеледі мысалға да. Мысалы миллион теңгеден жинап бірдеңе бастауы ол жастарға қиын соғады. Мен ол қиындықпен өскен кезде де дұрыс шығар енді. Мысалға 90-шы жылдың жастары қандай қиындықтарды көрді мысалға. Сондықтан мен ойлаймын, көп жастардың ынтасы бар. Олар жаңағы дұрыс жақсы өмір сүргісі келеді. Сондықтан мен жастар жаңағыдай біз жақсы едік, жастар ондай деген сияқты сөзден аулақпын. Бірақ еңбекқор болу керек. Тек қана еңбекқорлық, адалдық, сол ғана мен ойлаймын жастарды үлкен нәтижеге жеткізеді. Жастарымыз жақсы нәтижеге жететін болса, біздің еліміздің болашағы да жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет. Мынау енді өзіңіз кәсіпкер ретінде сұрайын. Жалпы өзіңіздің бір емес бірнеше кәсіпорындарыңыз бар. Сол жерлерде баға сізде де өсіп жатыр ма? Осы 2022-ні алайық, жалпы дәрі-дәрмек болсын, болмаса қызмет көрсету жағдайлары шамалы өсті ма бағасы? Дәрі-дәрмек біз сатпаймыз. Енді мынау медициналық мекемелер менде арендада. Мен медицинамен өзім айналыспаймын. Айналыспайсыз? Тікелей айналыспаймын. Біздерде жаңа фитнес-клубтар бар, сауда орындары бар, санаторийлер бар. Олардың ешқайсында бағаны қымбаттатқан жоқпыз біз. Ешқандай бағаны қымбаттатқан жоқпыз. Принципиально. Өзім ой пікірім, жалпы кәсіпкерлерге айтатын осы бір мәселе болып тұр. Қазір барша кәсіпкерлер бағаны өсіріп жатыр. Өзіміз жаңағы көзіміз жетіп тұр. Бір өкініштісі өзінің жұмыскерлерінің айлығын өсірмей жатыр да. Бірақ бағаларды өсіріп жатыр. Оны сұрасақ, өзіміздің жұмыскерлеріміздің айлығын осы 2022 жылдың ішінде по-моему 2 мәрте өсірдік. 2 мәрте өсірдік. Бізде ең төменгі айлық жалақылар 90 мың болады. Ең төменгі жалақы. Жаңағы еден тазалайтын дейді ғой. Содан басталады. Олар мысалға сәл артығырақ істейтін болса, 150-160 мың теңге алатын жаңағы сондай нелер бар. Сол осы ақпаратты пайдаланып, сол кәсіпкерлерге айтатынымыз, бағаны өсірдіңіздер ма? Қызметкерлердің де бағасын өсіру керек деп ойлаймын. Енді мен түсінемін, енді шетелден қымбаттап келіп жатыр дейді. Менің ойымша ол жерде 70-80% просто алаяқтықпен қымбаттатып отыр. Дұрыс айтасыз. Енді жақында ғана осы март айында мен бір жаңа объект аштым. Сол бұрыннан істеп келе жатқан бір азамат, соған заказ бергенбіз. Ол кейіннен барып, біткеннен кейін 2 айдан кейін барып анықтадық. Ол 500-600 мың теңгеге осы біз отырған осы Арғынбек көшесіндегі бір магазиннен сатып алып, бізге 2 миллион теңгеден әкеліп өткізген. Мысалға 3 есе бағасынан например. Ол алаяқтық қой, шынымызды айтсақ. Ол менің ойымша ол дұрыс емес. Ондай нәрсемен ол жағдайын жасап, біреуді алдап, ол жаңағы шариғат жолында да, адамгершілік жолында да менің ойымша ол дұрыс емес сияқты. Бағаны үйтіп қымбаттатудың керегі жоқ. Өзінің кішкентай жаңағы 10%, 20%, 30%, 50% қанша жаңағы әр заттың жаңағы маржасын көріп отырса, сол берекелі болады. Ол 300% қойып, одан пайда көргенмен, ол басқа жерден зиян шегіп, ол бірнеше мәрте зиян шеккеннен кейін, содан кейін барып, маған өзі келгеннен кейін барып мен білдім оны. Мен оны білмеппін мысалы. Кейін барып, шынымен барып, сол жерге барып, өзім анықтадым. Бұл жаңағы тұрғын үйлердің де көбісі сондай.
болып жатқан. Көп заттар сондай. Мысалға, анау чилер деген болады, мынау кондиционер береді, жаздың күні, қыстың күні отопление беретін, сондай бір үлкен нәрсе. Мысалға 4,5 миллионға сатып алмағанды мен күздің күні, көктемде 18 миллион теңгеге сатып алдым. Өйткені келетін заттар келмей қалды, ол әртүрлі жағдайлар болды. Январь болып кетті, одан кейін 24 февраль болып кетті, мынау Украина мен Россияның соғысы. Амал жоқ, басқа жақтан заказ беремін, оны күтпей, бірақ соншама ақшаға сатып алуға тура келді. Өйткені Шымкентте ол мәселенің екі уақыты екен. Логистиканың келмей қалғанына байланысты сондай. Әрине логистика, одан кейін Қытаймен әсіресе қайта жаңа нелер болды ғой, жабылып қала берді граница. Көп заттар Қытайдан келетін мысалға да. Бұл жақтан келмей қалып, сондай мәселелер болды. Мен түсінем, бірақ енді нысап сайын береке дейді ғой қазақтар. Мен кәсіпкерлердің барлығын осы мақалды күніге қайталап жүруге шақырамын. Нысап сайын береке болу керек. Жақсы, рахмет. Енді аға, өзіңіз отбасыңызда қанша жансыздар? Енді 3 жыл бір қыз тәрбиелеп отырмын. 2 ұлым үйленді. Немерелер бар, Құдайға шүкір. Отбасылысыз, бала-шаға? Жақсы, балаларымыз, келіндеріміз, қыздарымыз бәріміз осы кәсіпкерлікпен айналысамыз. Бәріміз кәсіпкеріміз. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Осымен сұхбатымызды тамамдаймыз. Сұхбат бергеніңізге сізге де алғыс айтамыз. Жақсы, рахмет. Өзіңіз қазақ еліне енді еліміз өркендей берсін. Мынау енді бір кездерде айттық, қазір айтпайтын болдық. Жаңағы Азия барысы қыламыз деген сияқты әңгімелер болып еді. Мен енді шынымен сондай барыс мемлекет болғанымызды қалаймын. Оған барлық біздің жағдайымыз келеді. Халқымыздың саны 20 миллионға келіп қалдық. Оның ішінде қазақтың саны 15 миллионға жақындап қалды. Сондықтан біз күшті, мықты мемлекет болуға барлығынан біздер саймыз деп ойлаймын. Оған жастарымыздың рухы да күші де жетеді деп ойлаймын. Үлкендеріміздің ақыл парасаты да жетеді деп ойлаймын. Сондықтан ол үшін барлығымыз диванда жатып алып, әрдеңкені айтып, ана үйтіп қойыпты, бүйтіп қойыпты деген сияқты бір керек емес әңгімелерді айтпай, нақты ұсыныстары болса айтып, нақты ұсынысы жоқ болса, тыныш отыратын болса, үлкендер. Сол кезде біз действительно жаңағы Азия барысы болатын, мемлекет болатын біздер неміз бар деп ойлаймын. Енді мынау біздер көптеген ұсыныстар жасап жатырмыз. Біздің осы Шымкент филиалының өзі. Мысалға жаңағы доллар туралы, одан кейін электроэнергия, газ деген бізде өте қымбат болды мысалға. Енді бірақ немен осы қаңтардан кейін сол пәрмені болған болу керек. Қазір мысалға электроэнергияны бұрын 33 теңгеден сатып алатын болсақ, қазір 25-27 теңгеден беретін болды. Өйткені конкурентный средаға беріп жіберді. Біздер соны енді газды да солайға берсе деп сондай ұсыныстар жазып жатырмыз. Одан кейін мынау электроэнергияны біз есептесек, соңғы 10-15 жылдың өзінде Қазақстан бойынша сол жаңағы монополистер сатқан 1 триллион теңгеден артық пайда көрген. Оны да жаңағы халыққа қайтару жөнінде біздер ұсыныс жазып жатырмыз. Одан басқа мысалы енді қазір енді мен бірнеше мәрте жаздым, оқыдым оқымадым білмеймін, Тоқаев мырза. Өзіміздің партия арқылы да айтып жатырмын туризмді дамыту жөнінде. Туризмді мысалға былтыр осы как раз ноябрьдің соңында Дубайға барғанбыз. Ол жерде жұмыс бойынша бардық. Обычно көп адамдар демалып барып кетеді, ешкіммен сөйлеспейді ғой. Жұмыс бойынша бардық, 5-6 күн жүрдік, сол жерде американдықтармен жолықтық. Сол жерде сол Америкаға визамыз жоқ қой, бара алмайтын болғаннан кейін сол жақта жолықтық. бір кәсіптерімізбен. Сол кездегі не қылғанымыз, сол жақтағы адамдардың көбісі ол жерде тұрғысы келмейді, әсіресе жаз айларында. Шынымды айтсақ енді ол жаңағы ыстық құм ит байласа тұратын жер емес қой мысалға. Ал біздің мысалға Қазақстанның оңтүстік шығысы қандай керемет жерлер бар. Сондықтан біздер жаңағы осы Шымкент, Сарыағаш, Түркістан, Тараз, Алматы, Талдықорған, қазіргі мына Қонаев қаласы, осы қалаларда туризмді дамыту жөнінде, жаңағы әлемдік стандартпен дамыту жөнінде өзіміздің ұсыныстарымызды жолдадық. Ұлытау болса да, Ақтау болса да, Шығыс Қазақстан болса да, Астана, Бурабай болса да олар даму керек. Біз туризмді дамыту үшін өз жұмыстарымызды атқаруымыз керек. Мысалға, біздер $30 миллиард біздің неміз болса,
бюджетіміз болатын болса, біз егер осыларды әлемдік стандарттармен біздер әдемілеп жасайтын болатын болсақ, сол кезде бізге қосымша 30 миллиард доллар кіріс кіреді екен. Қаншама экономика дамиды, қаншама завод фабрикалар соғылады, қаншама құрылыстар болатын мысалға да. Шымкенттегі мысалғанда керемет қой, бұл жерде жылдың 10 айында жаңағы көшеде жүріп, жақсылап бір демалып жүре беруге болады. Мына жерде мынау жап-жақын жерде тауымыз тұр. Сырдың бойы қандай керемет, құмның іші қандай керемет мысалға. Даламыз бар, барлық жағдай жасалған. И ауа райы жақсы. Жылдың 10 айында біздер жасаймыз. Мысалға Дубайда жаңағы жабық помещениенің ішінде жаңағы қар істеп қолдан, сөйтіп содан лыжный трамплиндер істеп жатыр ғой. Егер бізді туризм дамитын болса, біз неге мысалға бір ойпаттарға жаңағы вагон тұзды салып тастап, сол жақтан искусственный море істемейміз мысалға да? Оны істейді адамдар. Бірақ мемлекет жағынан жаңағы аэропорт, жол деген сияқты мәселелер салынатын болса, одан кейін жаңағы қалалардағы орталық көшелердің барлығын жаңағы тротуары бар, автокөлік жолдарының барлығы әлемдік стандарттармен істелінетін болатын болса, қалғанын бизнесмендер өздері істеп алады әдемілеп. Стандарттарды кішкене дұрыстау керек сияқты. Сондай ұсыныстарымыз бар, сол кезде біз жаңағы Азия барысы болып шығамыз деп ойлаймын. Құдай қаласа. Дұрыс айтасыз. Оған толық мүмкіндігіміз бар. Сол үшін әрекет жасауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Я соңғы осы қазақ еліне өзіңіздің бір ақ тілегіңізді айта кетсеңіз. Жаңағы тілегім сол ғой. Енді біз дамып бір керемет мемлекет болғанымызды мен қалаймын, армандаймын мысалға. Жаңа айтып отырмын ғой, осы жаңағы туризм салаларын осылай қылып дамытатын болсақ мысалға. Вот Өзбекстан көптеген туризм саласын дамытуға жаңағыдай жұмыстар жасап жатыр. Біз Шымкент Сити деп айтылғанымызға 10 шақты жыл болды, әлі ештеңе біткен жоқ. Ташкент Ситиді бітірді, Самарқанд Ситиді бітіріп, жақында мынау шоштың несін өткізді сол жерде. Барып қайттым, мен көрдім мысалға да. Енді әрине оларда енді үлгермей жатқан нәрселері көп, бірақ дегенмен де көптеген істерді жасап жатыр. Менің ойымша біздер олардан анағұрлым тезірек сол мәселенің барын жасап қоямыз деп ойлаймын. Енді әрбір отбасы жаңағы құт берекелі жақсы бір отбасы болса екен деп тілеймін. Барлығымыз да әрбір Қазақстанның азаматы, әрбір қазақтың азаматы, азаматшасы бақытты өмір сүргенін қалаймын. Сол үшін бар ақылымызды айтып жұмыс істеп жатырмыз ғой. Тегін. Рахмет. Сонда қоштасу деген жаңағы осы қазақ еліне осындай амандық тілеймін деген секілді бір айтып кетсеңіз деп жатқан. Әр отбасыға құт береке жақсылық келіп, жаңағы еліміз өркендеп, жаңағы бақытты ел, бақытты отбасылар болып өмір сүрейік деген тілек. Рахмет баршаларыңызға, құрметті қазақ елі.